Қайырлы күн, менің YouTube каналының көрермендері, мына видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Және видеома лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойыңыздар. Бүгінгі сабақта Сабира ханым мына бальзамнан өте жақсы женский онкологиядан результат алған екен. Сонымен бөлісе кетсін. Енді аяғына дейін видеоны көрулеріңізге кеңес беремін. Сабира ханым, бүгінгі сабақта сіз жақсы результат алыпсыз. Бірінші өзіңізді таныстыра кетіңіз. Сосын мына бальзамды қанша уақыт іштіңіз, қанша іштіңіз, сосын қандай ауруыңыздан шипа таптыңыз, айта кетіңіз. Қалай ішу керек екеніне кеңес беріп кетсеңіз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің есімім Алибаева Сабира болады, Қызылорда қаласының тұрғынымын. Бұл жаққа өзім жұмыстарыммен келіп, офиста шамалы жұмыс істеп кетейін деген есеппен келдім. Мен осыдан 3 жыл бұрын 2019 жылы онкология ауруынан өлдім. Диагноз онкология женской шейки матки берді. Вторая стадия злокачественный деп. Сонымен институт онкология Алматыға келіп жаттым. 1,5 ай жаттым. 1,5 айда әуелі алла, сосын осы бальзамның арқасында мен сол ауруды жеңіп шықтым. Енді бұны қалай ішті десеңіздер, мен осы мына бальзамға қосып иммунолюкс деген бізде препарат бар. Соны қостым. Павлов спринт деген суға араластырып ішетіні бар. Қосып отырып, бірінен соң бірін ішіп отырдым. Мынаны мен күніне алғашқы кезде күніне 5 рет іштім, 10 күннен кейін күніне 3 рет ішіп отырдым. Содан Павлов спринт іштім, суға араластырып, сосын иммунолюксті тамшылатып ішіп отырдым. Соның бәрін қосқан кезде 1,5 айдың ішінде мен онкологияны полный жеңіп шықтым. Өте жақсы. Мінекей осындай результат керек десеңіздер, сіздерге үшінші советі, Алла тағала ауруды берген кезде артына шипасын да береді. Бірақ соны кейбір адам естиді, кейбір адам естімейді. Соны сіздер обязательно естісіз екен деймін. Менің өзімнің арманым осы онкологияны алуға қарап мен шамалы уақыттары ашылса екен деп армандаймын. Осы иммунный бальзамды ішіңіздер. Күніне 5 рет ішкен кезіңіздер обязательно жазылып кетесіздер. Любой ауру приговор емес. Алла тағала любой аурудың емін береді. Сондықтан 5 мезгіл ішесіздер. Иммунолюксті обязательно қосып ішесіздер. Павлов спринтті суға араластырып ішесіздер. Ақшаны ойламаңыздар, денсаулық сізге керек. Сіз қазір кетіп қалсаңыз бұл дүниеге сіздің бала-шағаңыз, сіздің жолдасыңыз, сіздің отбасыңыз бәріне сіз керексіз. Сондықтан сіздерге ішуге өте советую, тоқтамаңыздар. Өмір деген керемет. Егер бұл аурудан жазылатын болсаңыздар, сіздер ар жағында өзіңіздің миссияңызды тауып аласыз. Бұл дүниеге не үшін келгеніңізді білесіз. Сол үшін құлақтарыңыз ашық болсын, жүректеріңіз ашық болсын. Осы бальзамды пайдаланыңыздар. Өте жақсы, көңіл рахмет. Сабира ханым, деніңізге саулық, басыңызға амандық.